армысыздар. Менің аты жөнім Жұбан Ибрахим Аматайұлы. Мен Атырау облысы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Осы сайыс бойынша Атырау қаласындағы Ақжайық резерваты туралы айтатын боламын. Жайық өзенінің Атырау мен Каспий теңізінің іргелес жағалауында орын тепкен Ақжайық мемлекеттік табиғи резерваты өлкенің мақтанышы. Жайық өзенінің арнасы мен жайылмасы бірегей табиғи жүйе, оның тыныс-тіршілігі түгелдей ылғалға, өзінің гидрологиялық режиміне, жайықтың толып жатқан сағаларының оған қанша және қандай сапалы су әкелетініне байланысты. Жайық Еуропадағы орта және оңтүстік ағысы реттелмеген бірден бір өзен. Төменгі ағыстарда балықтардың 47 түрі мен түршесі мекендейді. Олардың 5-еуі Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Жағалаудағы және судағы экожүйелерде құстардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан қызыл және бұйра бірқазандар, сары, кішкентай сарқұтандар, шалбағайлар, қарабайлар және кеңмаңдайлар ұялайды. Ұшып өту кезеңінде осыда мыңдаған қоқиқаздар мен бірқазандар аялдайды. Бұл жерді құстардың жәннаты деп атаудың бірден бір себебі де осы. Мен аталған резерватқа апаратын 4 пункттің екеуінде болдым. Олар Дамба және Еркінқала ауылдық округтері. Бұл сапар барысында резерват жөнінде толығырақ маған қорықшаны маманы Матчанова Жадерке Бекенқызы айтып берді. Оның айтуынша 2009 жылы 6 ақпанда Жайық өзені Атырауының солы батпақты экожүйесін Каспий теңізінің іргелес жағалауымен қоса сақтау мақсатында Ақжайық мемлекеттік табиғи резерваты құрылған болатын. Сонымен қатар 3 эко-маршруттардың сипаттамалары бар екенін білдім. Олар табиғат әлемі маршруты, су әлемі маршруты және дала әлемі маршруттары. Атырау аумағында өсімдіктердің 560-тан астам гидрофилдік және гидроморфтық түрлері өседі. Олардың арасында 4 сирек кездесетін, ерекше қорғалатын және 7 көне өсімдік түрлері бар. Қызыл кітапқа енгізілген қосмекенділердің 24 түрі және бауырымен жорғалаушылардың 14 түрі бар. Олардың екеуі ерекше қорғалатын түрге жатады. Суда және су маңында мекендейтін сүтқоректілердің 26 түрі кездеседі. Олардың 4-еуі ерекше қорғалатын түр. Солтүстік Каспий жағалауы мен оның су айдынының қарқынды шаруашылық мақсатқа игерілуіне байланысты, әсіресе соңғы 10 жылдықта орын алған осы өңірдің аквалды және жағалау экожүйелерінің және онда мекендейтін өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің биологиялық алуан түрлілігін сақтау мәселелері өзекті болып отыр. Ақжайық резерватының дамуы мен көркеюіне кедергі болатын қауіп-қатерлері де көбейіп, резерваттың өз мақсатын орындауға бөгет қылдырып отыр. Сондықтан да табиғатымыздың жандануына, флора мен фаунаның популяциясын көтеруде өрт, сулардың тартылуы, климаттың қолайсыздығы және антропогендік факторлардың әрекеті сияқты қолайсыз жағдайларды шешуді қолға алуымыз керек. Табиғат байлығымыз, біздің болашағымыз.